Үйіңізде ақша көп болсын десеңіз. Көптеген адамның отбасында қаржылық қиындықтар туындап, тапқан табысы тұрмыстық қажеттіліктерді өтеуге жетпейтінін жиі естіп жатамыз. Ендеше, үйіңіздегі ақша көбейе түсу үшін аптаның әр күні қандай амал тәсілдерді орындауға болады? Соған кезек берсек. Дүйсенбі күні ақшаны жаратуға қатысты ел арасында көптеген ырым-жоралғы бар. Астрология ғылымының зерттеулеріне сәйкес, дәл осы күн айдағы өзгерістердің ықпалында болады. Түрлі зерттеулерге сенсек, аптаның алғашқы күні айдың қарамағында болады екен. Сол себепті дүйсенбі күні үлкен сомадағы тауар сатып алуға немесе қарызға ақша беруге болмайды деген ырым бар. Бұл күні ақшамен не істеу керек? Бұл күні ақша есептеуге болмайды. Қаржылық жоспарларыңызды бұл күні орындамаңыз. Оны демалыс немесе аптаның басқа күндері жасаған жөн. Аяқ астынан тауар сатып алуға асықпаңыз. Олар сізге пайда келмейтін болады. Тек үйге қажет заттарды, азық-түлік, гигиена заттары, тұрмыстық химия заттарын ғана сатып алыңыз. Несие рәсімдеп қарыз алуға асықпаңыз, себебі оны қайтару сізге қиынға соғуы мүмкін. Дүйсенбі күні түшкірсеңіз, жақсылықтың белгісі. Досынан сыйлық алуыңыз мүмкін. Көршіңізден немесе туған туысыңыздан осы күні кез келген зат алсаңыз, үйіңізге ақша келетін болады. Сейсенбі көптеген бастама мен шешім қабылдау үшін өте қолайлы күндердің бірі болып саналады. Сейсенбі күні ақшаға қатысты қандай ырым сенім бар? Бұл күні сіз қаржылық операцияларды жоспарлап, оларды жүзеге асыра аласыз. Төлемдер мен сатып алулар сәтті болады. Ал ақшаға қатысты кез келген өзгеріс үйіңізге пайда мен табыс әкеледі, себебі бұл күн қуатты Марс планетасының ықпалында. Сейсенбі күні ақшаға қатысты мынадай ырымдарды орындауға болады. Бұл күні тырнақтарыңызды дөңгелек немесе шаршы пішінде етіп алып тастаңыз. Әмияныңызды ашып, ондағы кез келген ақшаны алып былай деңіз: ақша үстіне ақша келе жатыр. Және менің әмиянымда ақша көп қалады. Менің байлығым артып, бұдан да көп бола түседі. Сәрсенбіде осы айтылған ақшаңызды өзіңіз ұнатқан затқа жұмсаңыз. Үйіңізге ақша тарту үшін әмиянға лавр немесе жалбыз жапырағын, бұршақ дәнін, ескі монета немесе демалыстан әкелген өзге елдің ақшасын салып қойыңыз. Сейсенбі күні туылған ер адам әрқашан ақшалы болады. Осы күні дүние есігін ашқан азаматты іздеңіз, және бұл күні ұлыңыз туылса, қуана беріңіз. Сейсенбі күні өзгеден ақша алмаңыз. Ал егер несие алсаңыз, оны төлеуге ұзақ уақыт кететінін, әрі қайтару оңай болмайтынын естен шығармаңыз. Сәрсенбі күні ақшаны көбейту үшін нені қолға алған жөн? Сәрсенбі күні қайырымдылықпен айналысу керек. Ол үшін ақшаны жағдай төмен отбасыларға таратыңыз. Өзіңіз үйде жеті нан пісіріп, оны туыстарыңызға таратыңыз, көршілеріңізге де. Сәрсенбі күні ақшаны көбейтуге қатысты тәсілдер мынадай: ірі ақшаны ұсақтатып, оны қайыр тілеушілерге беріңіз. Осы жұмсаған ақшаңыз сізге 1000 еселен қайтатынын естен шығармаңыз. Сол жақ табаныңыздың астына монета жабысып қалса, онда табысыңыз еселене түседі деген сөз. Үйіңізде салмасы әртүрлі пирогтар пісірсеңіз, табысыңыз артады. Ол үшін мұндай пирогты сәрсенбі күні әзірлеуге асығыңыз. Бұл күні сатып алған кез келген нәрсеңіз сәтті болады. Мысалы, интерьерге арналған бұйымдарыңыз сізге қуаныш сыйласа, ал киімдеріңіз сізді онан әрі көріктете түседі. Барлық сатып алған заттар сізге ұзақ әрі сапалы түрде қызмет ететін болады. Меркурий бұл күннің қамқоршысы болып табылады. Ол сізді даналыққа, логикалық және интеллектуалдық шешімдерді қабылдауға жетелейді. Сол себепті де сәрсенбі күні басшылықтан жалақыны көтеруде еш қорықпай сұрасаңыз болады. Бейсенбіде қаржыны көбейтуге қатысты не істеуге болады? Бұл күні қарыздарды қайтарып, қаржылық сипаттағы кез келген істі бастауға болады. Мысалы, несиені рәсімдеу, депозит ашу, мүлік немесе көлік үшін бастапқы соманы төлеу және тағысын тағы. Ақшаға қатысты барлық істі тек шын жүрекпен, таза ниетпен бастау қажет. Жалпы, бұл күні мынадай іс-әрекеттерді қолға алу керек. Қарыздарыңыздан құтылыңыз. Сонда сіздің ақшаңыз көбейіп, қаржылық қиындықтар жойылатын болады. Сол сияқты ваннаны суға толтырып, түбіне бірнеше монета тастап, осы суға шомылыңыз. Үлкен сомадағы қаражатты жұмсамаңыз. Үйіңізде ақша болу үшін оны сол күні 3 рет есептеңіз: таңертең, түсте және кешке. Бейсенбі Юпитердің ықпалындағы күн болып есептелінеді. Ол табыс пен берекенің, көбеюдің күні болып саналады. Сондықтан қаржы бойынша бұл күн ең табысты күн саналады. Жұма күні
Адамдар жаратушыға сәтті апта үшін алғыс айтатын күні. Бұл күні сіз кез келген нәрсені сатып және сатып ала аласыз. Себебі олардың барлығы сәтті әрі тиімді операция болады. Әр жаңа бастама сәтті аяқталады. Бизнес ашу, тауар таныстыру, жобаларды қолға алу. Бұл күнге қатысты мынадай амал әдістер бар. Бұл күні қаржылық тұрғыдан қиындыққа тап болмауыңыз үшін шашыңызды жуып, тырнақтарыңызды алудан аулақ болыңыз. Күні бойы ақшаны көп есептеңіз. Сонымен қатар, әмиянға тыйым салуды да ұмытпаңыз. Бұл тыйым мүмкіндік болса сіздің туған жылыңызда басылған тыйым болуы керек. Мұндай кеңесті Скотт Каннингемнің сиқырлы бейнесі кітабында айтады. Егістерге жұмсалған кез келген шығыныңыз үйге ақша тартатын болады. Егер үйден кран ағып тұрса, оны жұмада жөндеген жөн. Сөйтіп, осы күні жұмсалған қаржыңыз үйге бірнеше есе көлемде қайта оралады. Жұмаға махаббат пен сұлулық планетасы Шолпан, яғни Венера ықпал етеді. Сонымен бірге қаржылық табысты арттыру үшін барлық жақындарыңызды дастарханға шақырып, дәмді тағамдардан ауыз тигізіңіз. Сондай-ақ, сіз ақшаңызды жұмсауды осы күні еш кедергісіз жоспарлай аласыз. Сенбі, бұл ақша тартатын қолайлы күн болып есептелінеді. Қаржылық жағдайыңызды жақсарту үшін осы күні әрекет етіңіз. Қажетті заттарыңызды сатып алыңыз. Үйіңізге достарыңызды шақырыңыз. Үй жинаңыз. Сатурн планетасы сенбіні сәтті басқарады деген сенім бар. Табалдырықтан бастап үйдің немесе пәтердің есігіне дейін кез келген дақылды, бидай немесе күрішті сеуіп тастаңыз. Осындай әдіспен байлық сізді тез табады деген ырым бар. Ақша тарту үшін 150 айла еңбегінің авторы Ольга Романова ақша талисманын құты, ағаш жасауды ұсынады. Сенбіде бастаған ісіңізді сол күні аяқтауға тырысыңыз. Ақшаны қарызға бермеңіз. Егер әлдекім ақшаға шын мұқтаж болса, онда оны қайтарымсыз сыйлай салған жөн. Егер сенбі күні сізді әлдекім туған күніне шақырса, онда туған күніне арналған ақшаны конвертке салып беріңіз. Ол сізге бірнеше есе көп көлемде қайтып оралады. Үйді тазарту үшін ақша суын пайдаланыңыз. Шелекке бірнеше тыйым салыңыз. Бұл күні жасаған кез келген сатып алған затыңыз сәтті болады. Сондықтан да бұл күні өзіңізге және жақын адамдарыңызға ақшаны еш қорықпастан жұмсай аласыз. Жексенбі. Жексенбі күні көп жұмыс істеу керек. Сол үшін осы күнде тәніңіз бен жаныңызға арнаған жөн. Үйде аяғыңызға тыйым жабысып қалу үшін жалаң аяқ жүріңіз. Қайырымдылық жасаңыз. Ұсақ тыйымдарды таратыңыз. Жексенбі күні үйде ыдысынса, бақыт пен табыстың белгісі. Сонымен бірге келесі кеңестерге де құлақ тұрыңыз. Практикалық сиқыр туралы оқулық кітабының авторы Елена Балтенко кітаптар мен фильмдерді қолдана отырып, сананы байлыққа бағыттауды ұсынады. Құпия фильмі, Джо Виталинің Кілт және шектеусіз өмір кітаптары. Жексенбі күн планетасының қамқорлығындағы күн болып табылады. Бұл барлық күш-жігеріңізді жексенбі күні өзіңізге арнау керектігін білдіреді. Демалыс күні емдеу және қартаюға қарсы процедураларды жасауға кеңес беріледі. Монша, массаж, косметикалық маскалар. Аталған кеңестерге құлақ түре отырып, сіздің қаржылық жағдайыңыздың жақсарғанын көп ұзамай байқайсыз. Сол себепті ақшаға қатысты апталық жоспарды тиянақты орындап, жаңа айтылған кеңестерді шын ниетіңізбен орындап көріңіз. Бәлкім, жақын арада бай қуатты адамдардың қатарынан табыларсыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.